Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ананас қосылған өте керемет дәмді салат әзірлейтін боламыз. Алдымен құрамына керекті заттарымызды пісіріп дайындап аламыз. Тұзды суға пісіріп алған тауықтың төс етін кубиктап тураймыз. Өте майда емес, өте ірі емес, орташа көлемде турайсыздар. Піскен жұмыртқаны да сондай көлемде турап шығасыздар. Консервідегі ананасымызды да сондай көлемде орташа етіп турап аласыздар. Келесі ірімшігімізді тураймыз. Барлығының көлемін бірдей етіп турайсыздар ғой, сонда салатымыз әдемі көрінетін болады. Үлкен ыдысымызға барлық дайындап алған заттарымыздың барлығын қосатын боламыз. Үстіне майонез құямыз. Дәміне қарай тұз салып жақсылап араластырамыз. Банкадағы кукуруздан аздап қосамыз. Ұнатпайтын болсаңыздар қоспай қоюға да болады. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз осымен дайын, тарелкаға салып ұсына берсек болады. Дәмі өте ерекше салат, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сәндік үшін үстіне петрушка болмаса кинзаның жапырағын қойып қойсаңыздар болады. Салат ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі тағамдардың рецептерін салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.